Банкроттық жариялау тәртібі. Кімдер банкроттық жариялай алады? Банкроттық рәсімін келесі азаматтар бастай алады. Қарыз сомасы. Азаматтың банктер мен микроқаржы ұйымдары алдындағы қарызы 1.600 айлық есептік көрсеткіштен 2025 жылы шамамен 5.520.000 теңге аспауы тиіс. Төлем қабілетсіздігі. Қарызды өтеу мерзімі 12 айдан асып кеткен жағдайда. Мүлік болмауы. Азаматтың атына тіркелген мүлкі болмауы немесе оның құны қарызды өтеуге жеткіліксіз болуы қажет. Банкроттық рәсімінің кезеңдері. Бірінші. Өтініш беру. Азамат эгав порталы арқылы немесе халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы банкроттық туралы өтініш береді. Екінші. Құжаттарды жинау, қарыз сомасы, табыс көздері, мүлік туралы мәліметтерді қоса ұсыну қажет. Үшінші. Сот шешімі. Сот өтінішті қарап, банкроттық мәртебесін береді немесе бас тартады. Төртінші. Қарыздарды өтеу жоспары. Сот банкроттықты растағаннан кейін, азаматтың қарыздарын өтеу жоспары жасалады немесе қарыздар есептен шығарылады. Банкроттықтың салдары. Қаржылық шектеулер. Банкроттық жариялаған азамат 5 жыл ішінде жаңа несие ала алмайды. Қайта банкроттық. Қайтадан банкроттық рәсімін тек 7 жылдан кейін ғана бастауға болады. Мүлікке шектеу. Банкроттық жарияланған азаматтың мүлкіне қатысты шектеулер қойылуы мүмкін. Маңызды ескертулер. Жалған мәліметтер. Егер азамат банкроттық рәсімі кезінде жалған ақпарат берсе, бұл заң бойынша жауапкершілікке әкеп соғады. Кепілдегі мүлік. Кепілге қойылған мүлік банкроттық рәсімі кезінде сатылуы мүмкін. Сот шешімі. Сот банкроттықты растағаннан кейін ғана қарыздар есептен шығарылады. Егер сізге банкроттық рәсімін бастау немесе қажетті құжаттарды жинау бойынша көмек қажет болса, заңгермен кеңескеніңіз жөн. Сонымен қатар, эгав порталы арқылы банкроттық туралы толық ақпарат пен өтініш беру нұсқаулығын таба аласыз.